Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге мерчантты қалай алуға болады, соны көрсететін боламын. Яғни қалай тез алуға болады, иә? Ол үшін қараңыздар, басында бірінші мерчант алмау үшін бізге верификация плюстан өтіп алу керек болады. Яғни Binance-қа тіркеліп алғаннан кейін бізге екінші қадам верификация плюс жасау керек болады. Ол үшін профильға кіреміз, өзіміздің верификация деп тұрған үстінен басамыз. Подтверждение личности деп шығады. И одан кейін астында получит статус верификация плюс деп тұрады. Осы кнопканы басасыздар. Осы кнопканы басасыздар. Көпсіңіз білетіндер шығарсыздар. Продолжить деп басасыздар. И осы жерде сұрақ туындайды. Мысалға, мен мына жерде өзімнің адресімді көрсетіп қойғам. Толық. Үстін басамын. Так, бүйтсек, толық осылай адресін көрсетіп қойғам. Районынан бастап. И мен бұл адресті қай жерден копировать етіп алдым. Сол сұрақ. Окей, бұны өтіп кетеміз. Готов басамыз. Продолжить деп басамыз. И одан кейін, мысалға, қай қалада тұрасыздар. Поштовый индекс обязательно, мысалы, Астана болса 0140-ді басасыздар, Астана дейсіздер, и сөйтіп жібересіздер. Егер Алматы болса 05, басқа қалалар, егер өздеріңіздің поштовый индексті білмесеңіздер, Google-ға поштовый индекс, мысалы, Қызылорда, Ақтау, Тараз деген сияқты жазсаңыздар, точно шығарып береді сіздерге. Тура соны аласыздар да осы жерге жазып жібересіздер. Осылай адрес проживания ол сізде жазылып тұр. То есть жазылып тұрғанда қалай жазылып тұрады? Егер сіздерде дұрыс жазылмай тұрса, оны өзгерту керек болады. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Продолжить деген тағы кнопканы басасыздар. Осы жерде сіздерге таңдау керек болады. Яғни финансовый отчет деген таңдайсыздар. Налоговый декларация. Осын таңдаймыз. И продолжить. Біз 2 минутта, чтобы нені алу үшін. Верификация плюсті алу үшін. Бұны осы жерге кеп көп адамдар өте алмай жатады. Бұл қарапайым документ негізінде. Қараңыздар. Мен қазір бір документ жүктеймін. Загрузить дегенде осы жерде басасыздар. И выберите файл. И осы жерде мен қазір мына документті жүктей салайын. Так, осы документті все, открыть дейміз. Мына документ, не документ десеңіздер, бұл Каспийдің ішіне кіресіздер. Каспийдің ішіне кіргенде государственная услуга деген тұр ғой, соған кіресіздер. Одан кейін удостоверение личности, нет, удостоверение личности может быть, соған ошым кіресіздер. И астында справка деп тұрады. Справка деген кіресіздер ғой. Удостоверение паспорт деген кіріп кетпейсіздер. Астында справка деп тұрады. Справка деген кірсеңіздер, наркологический, психологический, там сондайлар тұрады. Соның ішіне кірген кезде сіздер наркологическийді көшіріп аласыздар. Мынау менде наркологический. Соны көшіріп аласыздар. Бұл жерде не жазылады? Қарасаңыздар, мына жерде кішкентай болып көрініп тұруы мүмкін. Так. Мына жерде менің мекен-жай, яғни адресный справка осы жерде жазылып тұр. Бағанағы, который Еслицкий район, осындай менің толық жазылып тұрды, мен осы жерден скопировать етіп қойып алғам. Яғни мен осы жерде қай жерде тұратынымды нақты дәлелдеп көрсетіп отырмын. И поэтому маған верификация плюс өте жылдам тез келеді. Яғни окей деймін да, жіберем. Көп адамдар осы документті қалай жіберу керек екенін білмейді. Яғни біреулер выписка жіберіп жатады, банковский, ананы жібереді, мынаны жібереді, одан өте алмай жатады. Өйткені банковский выпискада сіздердің андай адрестеріңіз нақты көрсетіліп тұрмайды. Поэтому оны өткізбейді. Көбісі өте алмай жүреді. Сондықтан да не істемеу керек. Осындай просто қарапайым бір документті не істеу керек, жібере салу керек, и все. Болғаны сол. Көріп тұрғандарыңыздай на рассмотрениеге кетті. Енді бұл 2 күн ішінде қаралады. Бірақ қазір бір 5 минут, 10 минут шамасында бұл бізге ответін береді. Енді окей, бұдан өтіп кетейік, бізге бұл керек емес. Енді біз P2P-ға кіріп ала салайық. P2P-ға кіріп, енді біз мерчант алатын жақты көреміз. Негізі бұл мерчантқа тапсыратын кезде сіздер ноутбукпен тапсыруларыңыз керек. Міндетті түрде ноутбукпен осы логин парольдеріңізді теріп, ноутбукпен кіресіздер. Не үшін ноутбук қажет болады? Өйткені
То есть сіздер ол жақта қазақшаға ауыстырып алуларыңыз керек. Қазақша немесе орысшаға. Мына жақта қазір ағылшынша көрсетеді. Вот стать мерчантом деген болады. Ол жақта да кнопка болады, и мына жақта да кнопка болады. Поэтому подать заявка дегенді басасыздар. Вот. Подать заявка дегенді басасыздар. Және де осы жерде сіздерде тұрады. Мысалы, менде қазір әлі верификация плюс өткен жоқ. И және де $500 керек болады. Вот мерчант алу үшін қазіргі соңғы обновлениеге байланысты $500 керек болады. $500 заморозкеде тұрады. Ол $500 сіздер мерчант тапсырған кезде толық қайтадан ала аласыздар. Оған дейін просто заморозкеде тұрады. Оны жеп қоймайды, просто уақытша страховка ретінде былайша айтқанда ұстап тұрады. Вот. Верификация плюс ол үшеу өткеннен кейін мынандай көк галочка жанады. Мына көріп тұрсыздар, көк галочка жанып тұр. Вот. Мына жерде де тоже көк галочка жанып тұр. Бұл жерде ең біріншінде ол общий биткоин оборотқа, яғни общий биткоин обороттарыңыз сіздер соңғы обновлениеге байланысты 2 биткоиннан асса жеткілікті. Бұрынғыдай 10-20 биткоин деген керек емес. Одан кейін сіздердің ордерлеріңіз, яғни осы общий ордерлеріңіз сол бір 300-ден асу керек. 200-300-ден асу керек. Одан кейін аккаунт қазір 4 айдан асса болды. Одан кейін биткоин, жалпы биткоин оборот, мынау 30 күндегісі, мынау общий биткоин оборот, мынау 30 күндегісі бұл 1 биткоиннан асу керек. Соңғы 30 күнде. Одан кейін соңғы 30 күндегі ордердің саны 100-ден асу керек. Одан кейін мына жерде соңғы процент, яғни 30 күн ішіндегі процент, 90%-тен төмен болмау керек. Яғни осы нәрселер орындалған кезде сіздерде мына жерде сары кнопка жанады. Яғни бәр мына үшеуі де галочка болса, мына қызыл болып тұр ғой. Мына менде үшеуі орындалмаған. Яғни мен мына аккаунтты қазір жаңа сіздерге видео түсіру үшін шығып кетіп қайтадан кіріп отырмын. И сондықтан да мына жерде осылай. И бұны сіздер мысалға осы кнопканы басқаннан кейін ары қарай сіздер не істейсіздер? Ары қарай сіздерге 3 кнопка ашады. То есть 3 нәрсені жасау керек боласыздар. 3 қадам жасау керек боласыздар, былайша айтқанда. Сол жерде сіздер ең бірінші Telegram никме дейді ғой. Telegram никмені сол жерге қою керексіздер. Негізі өздері жазып қойған сол жерде. Одан кейін басқа биржаларда сіздерге торговать еткенсіз ба дейді. Да десеңіз, басқа биржада торговать еткеніңізді көрсету керек боласыз. Егер жоқ деп айтсаңыз, ештеңке көрсетпейсіз. Лучше сіз жоқ деп қоясаңыз, нет дегенді баса саласыз и болды. Одан кейін астына түскен кезде сізде не болады? Сізде сол жерде осындай сіздер ант беру керек боласыздар. Яғни видеоға түсу керек боласыздар. Удостоверениені осылай ұстайсыздар. Видеода айтасыздар. Сол жерде жазып қояды. Мен осындай да осындай биткоин, эфириум, басқа да криптовалюталар алып сатамын. Және де сол криптовалютаны алып сату барысында ешқандай заңсыз әрекеттерге бармаймын. Заңсыз әрекеттер болатын болса, өз жауапкершілігіме алам деген сияқты ант бересіздер. Сол жерге точно жазып қойған, сол не жазылып тұр, бір сөзін қалдырмай сол жерде айтасыздар. И видеоға түсіріп, оны отдельно видеоға түсіресіздер, и сосын сол жерге өзі жаңағыдай жүктеу деген кнопкасы бар, сонымен жүктей саласыздар. Болды. Одан кейін астында тағы бір несі бар, ол жерге жаңағы верификация плюстан өткен сіздің неңіз, жаңағы наркологический справкаңыз, ішінде адрес жазылған, ол обязательно жазылып тұрады. Одан кейін қасына 3 айлық Каспийдің выпускасын просто сала саласыз. Болды. Осы документтерді ровно салған кезде сізде ешқандай да мерчант отказ деген нәрсе болмайды. Яғни жібересіз, уже мерчантты алып тұрсыз. Примерно 2 күн немесе бір 7 күндей күтуіңіз мүмкін. Соны заявканы жібергеннен кейін. Ал енді қараңыз, осы жерде видеоны түсірген кезде ең бірінші неге мән беру керек? Видеоны түсірген кезде сіздің видеоңыздың качествосы жақсы болу керек. Егер видеоңыз дұрыс болмаса, онда сізді өткізбейді. Көп адамдар сол жерден де қателеседі. Просто әшейін түсіре салады. Еще видеоға бүйтіп қосып айтқан кезде сіз оны оқып айтып бермеңіз керек, бір нәрсеге қарап, бүйтіп камераға тіке қарап, кәдімгідей сөйлеп, сол жердегі бірде-бір сөзді қалдырмай айтып беруіңіз керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа бүйтіп тұрған удостоверениеңіз ішіндегі суреті
и сосын ана ішіндегі и номері, кәдімгі жазу аты жөніңіз бәрі анық көрініп тұру керек міндетті түрде. Сондықтан да бір жарық әдемі жерде түсіруге тырысыңыздар. Вот сол кезде сіздер спокойно мерчант аласыздар. Бір попиткадан спокойно аласыздар. Вот. Және де жалпы мен мына жерде айтып жатырмын, то есть 4 айдан кейін тоже мерчантқа заявка жіберуге болады деп, осы жерде галочка жанады деген сияқты. Жалпы аккаунтты негізі 4 ай емес, сразу ашқан күннен бастап та мерчантқа заявка жіберуге болады. Бірақ оның жолы өте бір бөлек, оның өзінің бір жасайтын жолы бар, бірақ оны мен сіздерге өкінішке орай айта алмаймын, өйткені мен арбитраж үйрететін эксперттерге оны былайша айтқанда сатып жатырмын. Именно мен сияқты бұрын мен өзім арбитраж үйреттім, бірақ тура сондай үйрететін эксперттерге енді жақсы продукт болғаннан кейін оны мен сатып жатырмын. Сатқандықтан бұл жерде мен сіздерге айта алмаймын. Поэтому осыған дейінгі информацияның өзі де сіздерге жеткілікті деп ойлаймын. Егер жаңағыдай 3 айдан, қазір 3 ай или 4 ай, сол 2 ай екеуінің арасы болып қалды. Негізі 3 айдан асқаннан кейін уже заявка жіберіп көрсеңіздер болады. Мына жерде галочкасына қарайсыздар ғой. Вот. И солай ары қарай уже заявка жіберіп көрсеңіздер болады. Жалпы жаңағы айтқан общий биткоин, басқа да нәрсені қалай тез жасауға болады. Например, сіздің күніңіз жеткілікті, енді мысалы 2 биткоинді 2 күнде жасап тастау керек. Мен соны көрсетіп кетейін. Қараңыздар, ол үшін не істейсіздер? Сыртқа шығасыздар, например, биткоин, жалпы айлық биткоин болсын, ол общий биткоин болсын, ол бәрі бір уақытта негізі жасала қалатын нәрсе. Дүние, оны бір қатты бір не істеудің қажет жоқ. Например, бізде неше түрлі банктер бар, әрқайсының өзінің лимиттері бар. Например, сіз Каспийден 2 миллион теңгеге USDT сатып алсаңыз, ол 2 миллион теңге деген $4000 оборот. 4000 оборот, яғни $4000 сіз получается сатып алдыңыз деген сөз. Енді ол $4000 сіз қайтадан халық банкке сата аласыз, уже $8000 оборот деген сөз. Түсіндіңіз бе? Алғаныңызды сатқаныңызды еспелеп. Біз басында егер объявление мейкер болып сатып алатын болсақ, біз 24 сағат блокқа түсіп қаламыз. Поэтому біз не істеуіміз керек? Біз тейкер болып жұмыс жасауымыз керек. Тейкер болып сатып алып, например, біз, например, тейкер болып сатып алатын болсақ, халық банктен 400, так, мына жерде қанша? 465-те 90-нан дейік. 465-те 90-нан сатып алсақ, біз объявление беріп, біз блокқа кірмейміз. И қайтадан біз мейкер болып сатып жібереміз. Яғни қызыл жақтан сатпаймыз. Біз 465-те 90-нан сатып жібереміз. 465-те 90 емес, даже кішкене астан түсіп, қайтадан сатып жібереміз. Получается, біз сатып аламыз и обратно сатамыз. Сатып аламыз, сатамыз, сатып аламыз, сатамыз деген сияқты. Сондай жұмыстар жасаған кезде бізде уже оборот көбейеді. Яғни алғанға да, сатқанға да қосыла береді. И осылай нені жинайсыздар, ол жерде енді алып сата берген екен сіздерде процент те көбейеді, жаңағы ордердің саны да көбейеді, и биткоин оборот та көбейеді, бірге жүреді. Сондықтан да сіздер 2 күнде спокойно. Енді мысалға 10 биткоин деген, 2 биткоин деген ол қазір $70,000. Былайша айтқанда 35-тен қазір $70,000. 1 биткоин $35,000 болса, $70,000 оборот. Мысалы $4,000, мысалы халық банкте сіздер 4 миллион теңге алып сата аласыздар, Мысалы 2 миллион теңге алдыңыз, 2 миллион теңге қайтып саттыңыз, қайтадан алдыңыз, қайтадан саттыңыз. Сонда получается 4-4-8 $16,000 просто әшейін халық банктен. Енді мысалы БЦК бар, Freedom бар. Freedomда вообще 10 миллион теңге алып сатуға болады күніне. Сол сияқты жалпы алып сатсаңыздар, сіздер оны күніне 1 биткоин просто жасаған күннің өзінде 2 күнде сіздер сол тапсырманы орындайсыздар да, ары қарай заявканы жібере саласыздар. Болды. Көп күтпей заявканы жібере жібересіздер. Болды. Басқа бұл жерде қатты үлкен секрет жоқ. Самый главный, көп адамдар жаңағы мерчантты аламай жататын себебі, біреуі жаңағы бір несі дұрыс болмай қалады, жаңағы қайтсам болады, бір документін дұрыс жібермей қалады, жаңағы выпискасын не болмаса анауын деген сияқты, или болмаса видеосының качествосы нашар болып қалады, сөйтіп аламай қалады. Сондай сияқты нәрсе. Егер барлығы мен айтқандай видеоның качествосы да, жаңағы мен айтқан документтер жіберетін болсаңыз, сіз спокойно не істейсіз, аласыз. Енді мен өзімдікін көре салайын, мен бағана шығарып тастадым. Так, жаңа верификация плюс келді ма, келмеді ма көре саламыз. Так, кіреміз, верификация.
маған қараңыздар, қызыл жанып қалды, ошибка шығып кетті. Не үшін? Өйткені мен сіздерге көрсетемін деп осы верификация плюстен әдейі шығып кеткен болатын. Мен қайтадан жібергенім үшін негізінде бермей тұр. Мен примерно бір аптадан кейін жіберіп көрсем, маған береді. Просто сіздерге видеоға түсіріп көрсету үшін шығып кеткен болатын. Жалпы сіздер мен бағана көрсеткендей просто так тура мен қалай таңдап жібердім, сіздер тура солай таңдап жіберсеңіздер, сіздерге 2 минут ішінде примерно жауабы келеді. Жалпы осылай мерчант алудың жолы оп-оңай, қарапайым. Бірақ қарапайым оңай болғанмен де бұл менің кезіндегі қаншама еңбегімнің арқасында келген дүние. Бұны Қазақстанда анау адам жайдан жай біле бермейді. Көбісі қиындатып барып алады, мерчантты алып жатқандар бар, но қиындатып барып алады. Жалпы мен болған лично өз басым көптеген еңбектер жасаған именно осы мерчантты тез алу жолына да. Сондықтан да енді сіздерге де пайдалы болсын деген үміттемін. Өздеріңіз пайдаларыңызға жаратыңыздар. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, және де сұрақтарыңыз болса қойып кетіңіздер. Мен міндетті түрде барлығына жауап беретін боламын барынша. Және де достарыңызға тарата жүріңіздер. Неге? Өйткені бұл связкалардың барлығын мен тегін беріп жатырмын. Сондықтан да подписать етіп кетіңіздер.